Кеш жарық құрметті ағайын, бүгін махаббат назы әнін үйреніп бастайтын боламыз. Бүгін тек екі жолын үйренеміз, иә? Асықпай нақты түсіндіретін болам. Бастайық. Ең бірінші ешқандай перне баспаймыз. Басылмайды, тек мына қол тұрады осылай. Қағыс төменге. Мына сұқ саусақпен әрі қарай екінші пернені басамыз. 1, 2. Мына сызықтың дәл алдынан басамыз. Қағыс жоғарыға. Әрі қарай үшінші пернені басамыз екінші саусақпен. Қағыс төменге. Қайта. 3 қағыс болып, барлығын қосайық. Әрі қарай міне сандар арқылы үйреніп отырық. Тағы да үшінші пернені екінші саусақпен басамыз. Қағыс төменге. Сосын екінші пернені 1, 2. Перне деген мына бөлшектер. Бірінші перне, екінші перне. Мына бөліп атқан сызық бар ғой. Міне. Яғни мынау 4-ші перне болса, мына сызықтан кейін келесі 5-ші перне болады. Саусақпен басатын жеріміз пернені мына жер. Яғни мына 4-ші пернені басатын болсақ, мына 5-ші пернеге бөліп атқан сызық бар ғой. Сол сызықтың дәл алдынан басамыз ғой. Міне. Саусақтың ұшымен қаттырақ басамыз. Түсінікті ғой, санайық міне. Мына жақтан санайсыздар, мынау 1 болады, сосын 2, 3. Міне, қазір бізге 3-ші перне керек. 1, 2, 3. Екінші саусақпен басамыз. Қағыс төменге. Төменге, яғни міне сұқ саусақпен. Одан кейін екінші перне. Бірінші саусақпен басамыз. 1, 2. Екінші пернені бірінші саусақпен басамыз. Қағыс жоғарыға. 5 қағыс болып, барлығы қосайық. Түсінікті ғой, әрі қарай үйренейік. Екінші перне керек бізге. 1, 2. Қағыс төменге. Сосын ештеңе баспаймыз, жоғарыға, сосын төменге. Соңғы осы 3 қағыс бірге тартылады. Енді басынан бастап барлығын қосайық. Міне осылай. Сөзмен айтсақ та болады, сөзмен тез жатталады деп ойлаймын. Ең басында буынға бөліп айтамыз. Ең басында бірінші қағыс тартқан кезде А деп айтамыз. Яғни алаулап деген сөз бар ғой бірінші. А деп айтамыз төменге тартқанда. А. Одан кейін екінші перне. Лау деп айтамыз. Лау. Үшінші перне лап. Лап. Алаулап деген сөз шығады сонда. Алаулап. Буынға бөлінді. Әрі қарай атқан. Атқан. 3-2-ге атқан. Яғни үшінші перне, екінші перне. Атқан. Сосын тандардың. Екінші перне тандардың. Әрбір қағысқа бір-бір буыннан келеді сонда. Басынан бастайық. Алаулап атқан тандардың. Түсінікті ғой, Енді екінші жолға көшейік. Бізге 5-ші перне керек. 1, 2, 3, 4, 5. Мына бас бармақпен басамыз. Жақсылап астынан 3-ші пернені басамыз. Қағыс төменге. Одан кейін мына бас бармақ тұра береді, қарама қарсы 5-ші пернені басамыз. Қағыс жоғарыға.
сосын астынан 7-ші пернені басамыз. 5, 6, 7 санаймыз, иә, жақсылап. 5 және 7. Қағыс төменге. Үшеуін қосайық. Асықпай тартамыз. Видео түсіріп жатырмын. Ал құрметті ағайын, екінші жолды жалғастырамыз. Міне, бізге 5-ші перне керек. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші пернені басамыз бас бармақпен. Астынан 3-ші перне. Қағыс төменге. Сосын 5 пен 5-ші перне. Үстінен де астынан да қағыс жоғарыға. Сосын астынан 7-ші перне. Үстінен 5-ші перне. Қағыс төменге. Үшеуін қосамыз. Әр қарай үстінен 5, астынан 7-ші перне. Қағыс төменге. Одан кейін үстінен 5-ші перне, астынан да 5-ші перне. Қағыс жоғарыға. Міне, осы екі қағыс бірге тартылады. Енді басынан басайық екінші жолды. 5 қағыс болды. Сөзін бірге айтайық. Бақыты деген сөз буынға бөлеміз. Бақыты. Әр қарай болып. Бақыты болып. Тағы да. Бақыты болып. Енді соңғы 3 қағыс қалды. 5 пен 5-ші перне, қағыс төменге. Сосын 5 пен 3-ші перне, астынан, яғни 3-ші перне, қағыс жоғарыға. Сосын төменге. Сонда қосамыз үшеуін. Самғар кім деген. Самғар кім. Енді екінші жолды толығымен тартайық. Бақыты болып. Самғар кім. Енді бірінші, екінші жолды қосайық. Алаулап атқан таңдардың бақыты болып самғар кім. Міне, осымен екі жол аяқталды. Кім үйреніп алды, комментарийге жазыңыздар. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарийге жазыңыздар. Айтатын болам, түсіндіріп. Видео түсінікті деп ойлаймын. Түсініксіз болса, қайттан артқа жылжытып, қайта дұрыстап қараңыздар, иә. Қағазға жазып алыңыздар сандарын. Баршаңызға сәттілік. Келесі сабақта, яғни ертең әрі қарай үйрететін болам. Ал баршаңызға сәттілік.